Баршаңызға сәлем, мен есімім Гүлбану. Мен сіздерге бүгін осындай керемет қайнатпалы кремнің рецептін көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Осындай керемет, дәмі де керемет болып шығады. Кез келген тортқа қолдана берсеңіздер болады, әсіресе медовый тортқа. Осындай бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқаға 1 пиала шекерімізді венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң бізге 4 қасық ұн керек. 4 қасық ұн қосасыздар. 4 қасық ұнды да жақсылап венчикпен араластырып аласыздар. Бір қасық жүгері крахмалын қосасыздар. Кукурузный крахмал. Ванилин қосып жібересіздер, бір пачкасын. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізге енді 800 грамм сүт керек. 800 грамм сүтті үстіне құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластырып, осындай жай отта газға осылай қайнатып аламыз. Үздіксіз араластырып отырасыздар. Өзі қою болғанша араластырасыздар. Міне осылай бұрқырап қайнаған кезде отты сөндіріп алып, осылай біраз араластырып тұрасыздар. Осымен біздің қайнатпалы креміміз дайын болды. Міндетті түрде суығаннан кейін қолданасыздар. Міне осындай әдемі крем болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Медовый тортқа, кез келген тортқа пайдалана берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған мен Гүлбану. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.